Енді міне қараңыз, мына оюды қиып болдық. Енді кәжекейіңіз, дайындалып жатқан кәжекейіңізді или дайын кәжекейіңіз келсе клиенттен мысалға алдына былай түсіресіз. Бұл мысалға мына оюдың мына бас жағы мынау болады. Енді өзіңіз қарайсыз, енді может сізге керісінше ұнар. Соны обычный ручкамен барынша аккуратно, негізінде мынаны инемен түйреп те алсаңыз болады. Мен үйреншікті болғасын, былай үстінен бастыра берем. Кәдімгі ручка алуыңызға болады. Желательно үшкір басы үшкір болғаны жақсы. Соны былай оюды айналасын сызып шығасыз. Өте жіңішке ою, өйткені детский кәжекейге арналған. Сондықтан кішкене шыдамдылық керек болады. Және ұқыптылық керек болады. Алдағы видеоларда дайын кәжекейге тігілген, бірақ енді осындай оюдың үстіне тігілген. Осы оюды барынша әдемі қылдырып матаңызға түсіріп алыңыз. Сосын тіккен кезде осы сызықтар көрінбейтіндей етіп пайеткамен үстін басып кетесіз. Тігіліп болғаннан кейін сіздің сызғаныңыз көрініп тұрмас үшін барынша пайеткамен басып кетіңіз. Сіз скотчпен жабыстырып қисаңыз, ойыңыз нық қатты болады. Сол кезде сызуыңызға да оңай болады. Мына жерде қазір скотчпен істемей сызып жатқасын қисаңдап тұр. Бірақ мен уже үйреншікті болғасын сыза беремін. Обязательно скотчпен орап алыңыз оюды кесердің алдында. Сол кезде трафарет болып, қатты болып тұрады оюыңыз. Мына жерге кристалл түседі, кристалдың размерімен. Осындай оюды тігетін жолын көрсетемін мастер-класста.